Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді қатарлақ батончик дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы суымызға осылай жарты ас қасық құрғақ аштығы, бір ас қасық тұз, бір ас қасық сұйық май, бір ас қасық шекерімізді жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығының мөлшері менің описаниемде көрсететін боламын. Мен YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай ұнымызды електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде електен өткені дұрыс. Осылай біріншіде қасықтың көмегімен, кейін алақанның көмегімен қамырымызды орташа, қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр илеп алатын боламыз. Міне қараңыздар, қамырымыз орташа, жұмсақ емес, қатты емес, бетін жауып, жарты сағат немесе 1 сағатқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоятын боламыз жылы жерге. Қамырымыздың астына ұн ұрпақ сеуі осылай бірнеше зуалаға бөліп алатын боламын. Осылай 5 зуалаға бөліп алдым. Енді кезекте алақанның көмегімен барлығын зуала қылып осылай жасап алатын боламын. Бір зуаласын алып, қалған зуаламыздың бетін жауып қоямыз. Өйткені қамырымыздың бет қатайып қалмауы қажет. Осылай бетін жауып, бір зуаланың өзін 4-5 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Батонның көлеміне қарай өздеріңіз бөле берсеңіздер болады. Мен бұл жерде 6 бөлікке бөліп алдым. Барлығын осылай кішкене зуала етіп илеп алатын боламын. Алақанның көмегімен осылай жасап аласыздар. Одан соң осынша ұзынша етіп алатын боламын. Батонның формасын жасайтын боламын. Егерде сіздер майда емес, үлкен нан сияқты қылып жасайтын болсаңыздар, бір батон жасай берсеңіздер болады бір зуаладан. Осылай суымызды қатты қайнатып, бірінші кезекте осылай суымызға аудара отырып, пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде қамырымыз, қарап отырсаңыздар, суда ісініп жатыр. Осылай ісіну қажет, суда көтерілу қажет. Өздеріңізге көз мөлшермен қарасаңыздар, қамырымыздың піскені көрінеді. Енді кезекте барлығын салып алып, кішкене суытып, бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пешке салатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Кез келген қонақтарыңызға да дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осылай барлығын бірінші кезекте суда пісіріп алатын боламыз, қайнатып. Енді кезекте мен астына фольга түсетін пергамент қағаз түсіңіздер де болады. Осылай барлығын бетіне сарысын жағып, бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде мак септім. 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минутта өте тез, өте дәмді, өте жұмсақ, осындай көрінісі де өте керемет батончик пісіп шығатын болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.